Достар, сіз сұрай бергесін мен осындай коробка істедім. Так что лайк басыңыз ұмытып кетпей, комментарий жазыңыз. Әдемі ма, әдемі емес па? Чиз. Так, поехали. Что делаем? Сперва барлық шаблондарды распечатка жасап аламыз. Бұл шаблондардың бәрі менің телеграм-каналымда. Каналға қосылу үшін WhatsApp номерге жазыңыз. Видеоның астында описание деген жерге тастап кетем. Ссылка сияқты болып тұрады. Бассаңыз сразу мен WhatsApp-ыма түсесіз. Мынаны екеу қылып шығарып аласыз. Мынау біреу міне. 3 қағаз бетіңіз кетеді. Менде 230 грамм, 200 грамм жарайды. 230 грамм жарайды. 300-ге дейін жарай береді, в общем. Сосын бұның бәрін әдемілеп линия бойынша қиясыз. Міне бүйтесіз. Ғырт. Еще раз ғырт. Ғырт. Вот, смотрите, қалдырып алмаңыз. Көрдіңіз бе? Осылай тез-тез қиыңыз. Раз, два, три. Сосын сізде мынандай зат қалады. Мына жерін осындай канцелярский ножбен темір линейка сатып алыңыз. Үйдің қасында магазинде бар. Өстіп қайшымен мына жерін қиып шығасыз. Ойлап отқан шығарсыз, мына жерін қалай қисам екен деп. Бірінші канцелярский ножбен қиясыз, сосын қайшымен қиып жібересіз. Екі жағында қиясыз. Сосын канцелярский ножбен ана жанында мынандай осы линия бар, көресіз, осы шаблонды распечатка жасаңыз. Сол линияны кесіп жібересіз. Бүкіл сызықтар, қалған сызықтардың бәрін майыстырып шығасыз. Ұмытпай, бәрін майыстырып шығасыз. Осылай міне. Өстіп. Бәрінде линиясы бар. Сосын двухсторонний канцелярский скотч деген болады. Соны жабыстырып шығасыз, бүкіл жабыстыратын жеріне. Сосын бір-біріне жабыстырасыз осылай. Осындай ұзын паровоз шығады. Сосын оны бүйтіп скотчын аласыз, хоп-хоп. Жабасыз. И что у нас почти получилось? Почти коробка получилась. Но мы забыли приклеить астына еще скотч. Бұл скотчты не үшін клейлейміз? Чтобы астынан жауып қою үшін. Мынандай карточка бізде екеу астына клейлейтін, біреу ішінен клейлейміз. Осындай простой клеймен. Міне бүйтіп ішіне саласыз. Бұны клейлемей қойсаңыз болады, просто ішіне конфет салсаңыз, ішінен түсіп қалады жерге қарай. Так что советую клейлеуге. Өстіп клейлейсіз. Сосын ол одан да қатты, мощный болу үшін осылай астына қайтып клейлейсіз екінші карточканы. Это для укрепления деп жазылып тұр шаблонда. Өстіп. Скотчты ашып тастадым, если что. Двухсторонний скотч болды, соны аштым да, соған жабыстырып жатырмын. Бұған мен карандашкілер қолданбаймын. Себебі жабысуы қаттырақ болу керек деп ойлаймын. Ішіне конфет, анау-мынау салғасын шамалы. Қаттылау болу керек шығар. Осылай болғаннан кейін басын жабасыз. Міне бүйтіп жабасыз. Мына жерін біз алдында кестік канцелярский ножбен. Көрсеттім. Все, дайын. Лайки.